Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, менде мынандай ұсыныс болған. Қалайсыздар? Егер ұсынысым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде жаңа комментарий бөліміне білдіріп кетіңіздер, лайктарыңызды басып. Мына Қазақстанда білесіздер, көптеген адамдар баспанасы жоқ, жалдамалы пәтерлерде тұрып, көп жерлерде ауылдық жер болсын, аудандық жер болсын, қалалық жер болсын, бәрі қаңғырып не істеп жүрді. Жұмыс істейді, жарты табысын квартирасына төлейді, жарты табысын өзінің бала шағасын тамағына, жаңа киіміне кетеді, өзі бірақ онша дамымайды да. Менде мынандай ұсыныс болған. Қазақстанда білсек, көптеген жерлер, көптеген бизнестер, көптеген елерді уже қалталы азаматтар алып алғанда, көп енді бизнес жасаған, бірақ соны саналу да, мысалы Қазақстанда, мысалы шет елдерде көп қой да, ондай Европаларда. Сол Қазақстанда мысалы бүйтіп ойлаған, мынандай заң жіберсе, егер депутаттар мынандай жоғарыдағылар мынандай заң шығарса, мысалы мен мысалы баймын де, шайықпын да, мен мысалы 1 миллиард жаңағы теңгеге коттедж үй салайын деп жатырмын да, 2 этаж дәу үй. Бірақ мен барам үкіметке осындай документ не істеймін деп ше, сол үйдің құжатын істетуге. Бірақ үкімет сразу маған автомат түрде сен жаңа 5 миллионнан ба, 10 миллионнан 20 миллионға екі қаңғырып жүрген жаңа отбасыға, квартирада жүрген отбасыға үй салып бересің, примерно 2-3 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтер, сол кезде саған сондай коттедж үй салуға рұқсат деген сияқты да. Мысалы қараңызшы, мысалы мынандай, мен бір бай барды үй салу керек, үй салады, бірақ үй салу үшін ол 2 квартирада жүрген адамға очередьта тұрған үй салып беру керек та. Содан кейін пожалуйста коттедж салама, 10 этаж үй салама, өзі біледі да, бірақ міндетті түрде сол бай салып беру керек. И сосын мысалы қалада домдар салады да, ЖК-лар. Сол ЖК-дан да мысалы бір байлар сразу алып тастайды екен, 5-6 квартираға алып тастайды, квартира беріп тастайды екен, ақшасы барлар. Бірақ сол 5-6 квартираны сатып алу үшін ол сол бір бөлмелі пәтерді міндетті түрде жаңағындай үй жоқ квартирада жүрген отбасыға берсе деймін да. Сол кезде ғана ол соны 5-6 квартираны алады. Сөйтіп анаған заңдастырып беріп, сол кезде ғана сөйтіп сатып алатын болса деймін да, мысалы. Сондай бір заң. Сосын ойлаған мынандай заң болса, мысалы ше, енді үйленген адамдар ажырасып кететін болса да, мысалы көп қой, жағдай бар адамдар бар, жағдай жоқ адамдар. Мысалы жағдай жоқ адамдар ажырасып кететін болса, белгілі бір мөлшерде халыққа пайдасы тиетін жерде жұмыс істейді, мысалы ше. Ал жағдай мысалы мықтылар жетіп тұрған, жұмыс істегісі келмейді, егер таңдайды да, өзі жұмыс істейсің, или болмаса жаңағындай мысалы бір жаңағындай тоже сондай отбасы мысалы не істейін деп жатыр, қаржылай көмек бересің, пәленбай мысалы мөлшердегі суммада мысалы бір сондай 2 бөлмелі үй салып алатын. Сол кезде ажырасу азаяма деген ой енді. Не істеп едім да мен, сондай заң болса деген сияқты ше. Қалай, сіздерге сол ұнай ма? Болмаса міндетті түрде жазып кетіңіздер, қолдасаңыздар. Мен Nikon TV Official. Рахмет, тыңдағандарыңызға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызды жақсы көремін. Тағы да өздеріңіздің қандай заңдарыңыз болса, міндетті комментарийны жазыңыздар. Соны халық жаңағыдай біліп жүрсін деген сияқты. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум, Меркі тұрғындары, Меркі әкімшілігі осы Райгаздың поворотынан төмен жақ қой, мына жақ, бұрылатын жақтың жолын жөндесеңіздер, өтініш, мынау не болып кетті. Сосын құрметті достар, мына жерді қараңыздар, асфальтнен шыққан жердің шығатын жері. Және де мына Лермонтовтың поворотынан шығатын жер бар ғой, сұмдық мына жерден машиналар арғы полоса өтіп кетеді. Яма, кошка болып кеткен. Осы Меркі ауданы әкімдігі бір жөндеп, ретке алып қойсаңыздар.